Танымал әнші Жеңіс Исқақова туралы бүгін таңертең шұғыл хабар тарады. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Танымал әнші мәдениет қайраткері Жеңіс Исқақова күйеуіне қатысты жағымды жаңалығын жариялады. Өнер иесі жарының спортшы екенін айтты. Сүйінші, балаларының әкесі, немеремнің атасы. Мажарстанның Татабияна қаласында өтіп жатқан бокс кілем шеберлерінің, яғни спорт ардагерлерінің әлем чемпионатында жеңіске жетті. Әлемнің бірнеше дүркін чемпиондарымен және олимпиада жүлдегерлерімен бірге күш сынасып, қола медалға қол жеткізу біздің отбасымыз үшін үлкен жеңіс. Отағасы жас кезінде күреспен шұғылданып, кейін бір себептермен күреспей қойған екен. Бірақ өмір бойы спортпен шұғылданып, әрдайым бабында жүреді. Осы бір жылдың көлемінде қайтадан өзінің жанына жақын спортпен айналыса бастады. Нәтижесі 2 халықаралық турнирде алтын медаль. Күні кеше әлем чемпионатында қола медалға қол жеткізді. Шамамен 35 жыл үзілістен кейін кілемге қайтып оралып, осындай жетістікке қол жеткізген менің жігітім кезінде кілемнен кетпегенде елімізге талай медальдар әкелер еді. Жарайсың, тоқтасын Сейсенбайұлы, деп жазды әнші. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.